твой день рождения, пусть сбудутся все мечты. Әже бұл мен туған күнім ғой. Бүгін соған жуылатын рахмет. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін 30 мамыр. Аға жеңешем қонаққа шақырып, қонаққа шығып жатырмыз. Жастардың басын қосып жатыр. Шашлык пісіріп, дәмді аспенен ойын ойнауға жинап жатыр. Бүгін осындай компашкамен кетіп бара жатырмыз. Азамат бар, Гүлмаржан бар. Сосын Нұрлы бар. Бізбен бірге болыңыздар, влог қызық болады деген ойдамын. Үйге келсек осындай сұлулар жүр. Сықитып дастархан жасап қойыпты. Кешелі бері дайындалып, сметаник пісіріп, печенье пісіріпті. Ойбай. Қараңыздар, қандай сметаник жасап қойған, пышный. Осындай печенье жасап қойыпты. Азамат плюс Назерке дейтін қараңыздар дейсің. Асхат, Ақбөбек, Ажол, Ақерке. Қалғандарың қайда дейсің қадыр? Қалғандар үйленбеген. Күшті. Мынау не мынау? Бірдеме басталған ғой мына жерде дейсің. Смешарик қой. Инстаграмға түсіреді. Крестики, нолики. Инстаграм емес, менікі сразу ютубқа ғой. Андай. Ютубта жүреміз. Андай. Сағат, мрамор андай бар ғой, андай сондай қылып қойған жақсың ғой да. Сағат 9 жасапты. Мә, ермейсің де? Үйдің хозяйкасы. Ақбөбек жеңешем. Алматының студенті. Студенті. Бұйырса 11-ші сынып оқушысы. Бұйырса. 2015. Жоқ, 2027-нің түлектері да бұл сонда. Вау! Шашлык піскенше мына жақта ойын ойнап қызып жатыр қыздар. Ең сонда түсіреді дейді. Сен ойнамайсың. Мына жақта жас ана бар. Арке, привет. Шашлык пісіруге уголь жағып жатыр. Катю, привет те. Вау, мына красотканы қара. Күшті отсың. Шашлыкты нән табаққа жасаған ғой. Бір ящик тауық осында. Шашлык дайын болыпты. Мына жақта інілерім уже дастарханға жайғасып жатыр. Рас үшеуің бірге қаражы. Сигару бірге алып бәтқыз солай. Мама, біздерді қалай жақсы көреді. Кухнядан шықпайды деймін. Көбекті айтам. Осындай жеңгені қайдан тауып келдің? Махамбеттен емес пе деп. Кеттік екеуміз. Үйленуге дайын.
мафиядан мафиялар өз таңдауын жасайды тездетіп. Мафиялар өз таңдауын жасайды, мафиялар ұйықтайды, доктор оянады, докторлар өз таңдауын жасайды, шерифтер оянады, маньяк оянады, маньяк өз таңдауын жасайды. Любойын таңдайсың, саған бәрібір қала оянады. Біздің бүгін қалада Ақбаянды маньяк өтіп тұр. Маньяк? Как сіздан? Назеркені мафиоз үйіп сатып ол мафия. Маньяк өтіп кетті. Қонақтықтан шығып, мырза мені осындай жерге алып келді. Күшті екеуміз болып демалайын деп жатырмыз. Бұйырса бізбен бірге болыңыздар. Ары қарай влогты туған күнмен жалғастырамын. Ертең спада демаламыз. Күнімді өзіме арнаймын. Бөлмеге кіріп келсем гүл тұр. Мырзам алдын ала дайындап қойды ғой келсем. Күшті қуандым. Бүгін сенің күнің. Рахмет. Күшті демалып, туыстарымызбен жиналып келе жатырғанбыз. Күшті көңіл күймен келе жатырмын. Мынау одан әрі көңіл күйімді көтеріп жіберді. Еще роза емес де. Неужели деп. Маған всегда розы сыйлайтын еді. Так, сіздермен бірге кіріп жатырмыз. Мына жерде кіреберісте айна бар екен. Мынау есік. Мынау айна. Бөлменің іші де кең, таза екен де. Күшті ұнап тұр маған. Неңіз, ханым? Ой, рахмет. За мной ухаживают деп. Өзіңізді үйде көріңіз. Рахмет. Тапшықымды киіп алып. Вау, бұған қалай келісіп қойдың? Өздері алып қойды ма или? Бұл үшін мен бір күн қалай келдім деп қойдым. Қой, менің сүйікті пионым. Рахмет жаным. Телевизор бар екен ше. Қазір телевизор көрге бар. Қараймыз. Қараймыз. Менің бүгін каналымда бір айдан соң влог шығып жатыр. Мына жерде үлкен шкаф тұр. Мына жақта туалет, ванна да. Бұның үйінде әдемі екен. Сөйті. Жаңа екен бәлді. Таза. Күшті. Бізге күшті демалыс болсын. Прям это то, что я ожидала, то, что я хотела. Мен дейтін, андай ойладым. Атырауда бір күшті гостиница дейтін бар ма екен деп ойладым. Вообще анау ойыма есіме түспепті бар ғой. Иә. Каждый раз ауылға кетіп жатқан кезде көреміз ғой. Бірақ андай бір көзіме түспейді. Енді өзім онда келіп тұрмын. Ертең берсе бассейнін, банясын барлығын көретін боламыз. Күшті. Прям менің қалағаным, менің осы жыл туған күнімді қалай өткізгім келгендегі арманым барлығы орындалып жатыр. Аллаға шүкір, мен бүгін 26 жасқа келіп жатырмын. Әр туған күнімді құрдастарыммен, болмаса жақындарыммен қарсы аламын. Осы жылы өзімізге арнағым келді. Өзіме арнағым келді. Өзімнің демалғанымды қаладым. Қызымды енем қарап қалды. Бек рахмет. Осылай бізді жіберіп қойғанына. Демалып келсін деп. Прям вообще күнім күшті. Туған күнім күшті басталып жатыр. Осылай ұйымдастырып жатқан саған рахмет. Осы емес па керегі? Тыныштық, демалыс.
Өз-өзіңе көңіл бөлу, өзіңнің энергияңды жинау. Курьер телефон соғып, маған доставка келіпті. Айнадан не екенін көріп тұрмын дейсің. Кімнен екен де? Мынау явно Астанадан да? Астанадан сияқты мына гүлдер. Мынау Айдананың жақсы көретін гүлдері сияқты негізі. Пусть все мечты исполняются в твой день рождения. Бәсе, Астана. Ранын қуысыйды. Айдана жүретін болар деп отыр едім. Рахмет, көп-көп. Әдемі. Астанадан кім болды екен деп. Қайырлы таң барлықтарыңызға. Сағат 9 болды. Біз ұйқымыздан тұрып, жуынып, киініп, таңғы ас ішуге шығып бара жатырмыз. Осы қонақ үйдің бірінші қабатында таңғы ас береді екен. Соған қарай шығып бара жатырмыз. Бұйырса мерекемізді, менің жеке мерекемді бастаймыз. Ең күшті сочетание осы. Қалай екен қашы? Ас болғасын саунаға келдік. Сіздерге ішін көрсетіп жіберейін. Іші өте күшті. Мына жақта финская сауна бар. Мына жақта хамам бар. Күшті бу шығып жатыр. Мына жақта тұзды бөлме бар. Хамамдан кейін тұзды бөлмеге келіп отырмын. Демімді басып. Бүгінгі туған күнім сондай керемет өтуде. Таңертең ұйқым қанып тұрдым, таңғы асымды іштім, дайын тұрған таңғы асымды іштім. Осындай спаға келіп демалып жатырмыз. Сауна, хамам, тұзды бөлме, қазір еще бассейнге түсеміз. Жан-жақтан барлық құттықтауларын жазып жатыр. Күшті демалып жатырмын. Айнасында енеп қарап қалды. Бүгінгі күнді барынша өзіме арнап жатырмын. 26 жас. Пилингтен шығып, шашымды кептіріп болып жатырмын. Пилингтен кейін жаңа адам болып тұрмын. От и до тазалап шықты. Шашымды жуып берді. Денемнің барлығын ысқылап, скрабтарын жағып, жаңа адам болып туылып тұрмын. Ары қарай отбасымызбен тойлауға мейрамханаға келдік. Жамайын ба? Жоқ, жей беріңіз. Осындай нан себеті келіп жатыр, сосын қоқынайлы мохито келді. Әже, бүгін мен туған күнім ғой. Бүгін соған жуыватым ғой. Рахмет. Бүгін туған күніме алған сыйлықтарым.
кітапты қайынсіңілім берді. Ал мында менің қыздарымның, құрбыларымның берген сыйлығы. Бұны өзің жеке аш деген болатын. Бұны сіздерге көрсете алмаймын. Бірақ мына кітапты мен біраздан бері қалап жүргенмін. Каспийде өзіме сақтап қойып едім. Қайынсіңілім білгенде маған алып келіпті. Күшті сыйлық болды. Барлық ағайындарым менің ақша жақсы көретінімді біледі. Мен ақша жинайтынымды біледі. Сол үшін туған күніме барлығы бірдей ақша берген болатын. Күшті байып қалдым. Барлықтарына көп рахмет. Мені құттықтап жатырған менің жақындарыма. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін 1 маусым, жаздың алғашқы күні. Балаларды қорғау мерекесі. Балаларымыздың мерекесі құтты болсын. Біздердің көз қуаныштарымыз болып, аман есен өсе берсін. 30-31 мамыр күндері өткен демалысымыз күшті болды. Бүгін де демалысымыз ары қарай жалғасын тауып жатыр. Мерекеден мерекеге өтіп жатырмыз. Бүгін қызымды мерекесімен құттықтап жатырмыз. Бүгін үйге қайынапам мен қайынсіңілім келіп кетті. Қолдарында торты бар, мені құттықтап, Айназды да құттықтап мерекеменен келіп, үйге келіп шай ішіп кеткен болатын. Қазір сіздерге олардың алып келген сыйлықтарын көрсетейін. Маған осындай екеулік алып келіпті. Мына жерде шал бар. Мінекей. Сосын мына жерде ұзын жеңді кофта. Ұзын жеңді әдемі оливковый түсті киім, екеулік. Сосын Айназға арнап осындай киім алып келді. Бұны уже Айназ киіп, мына жерді білдіріп қойған. Бірақ сонда да сіздерге жумас бұрын көрсетіп жатырмын. Мына жағында шалбары бар. Сосын осындай әдемі футболкасы бар. Бізді осылай еркелетіп жатырған қайынапам мен қайынсіңліме рахмет. Балалар күні құтты болсын, дочам. Иә. Концерттен шығып, Айназға ойыншық алып бердік. Балалар күні ғой деп. Доча? Қолында тәттісі бар, ана жерде шаригі бар. Берса, балаларымыз аман болсын, осылай қуантатын біздің деніміз сау болсын, барлығымыздың деніміз сау болсын, балаларымыз аман болсын, көз қуаныштарымыз болып, аман есен тек өсе берсін. Да, Айнаш? Жылда мен туған күнімнен кейінгі күн, балалар қорғау күні. Мерекеден мерекеге ауысып, күшті қуанып жүретін едім. Мен де баламын деп 2 күн төлейтін едім кезінде. Қазір енді балаларымызды қуантамыз. Балалар күні деп, менің туған күнімнен кейін. Аллаға шүкір. Бүгінгі мерекеде фастфудтардың бәрі заказ қабылдамай жатыр, лық толы болып. Соған фастфуд жегіміз келіп, біз осындай полуфабрикат сатып алдық. Сосын балмұздақ алдық. Ой, мына еріп жатыр. Мынадайын балмұздақ бар сосын. Сосын үйге тамақ алдық. Үйге тамақ алғанда қараңыздар, бізде не алдық дейсің? Бафури алдық, капсулы для стирки. Ана біз күшті тамақ аламыз, білесіз ба? Лейс. Читос. Шемшкі. Колбаса. Томат пастасы, қияр, сәбіз, алма және банан. Ал мынау қызымызға балаларды қорғау күніне алған сыйлықтарымыз. Бұйырса жазда киеді ғой деп. Осындай шорты мен майка набор. Сосын осындай кітаптар. Мына орысша кітап. Мынаны бассаң өлең айтады. Суреттері өте әдемі болғандықтан алдым.
қызымызға өлең тыңдап кітаптың суреттерін қараған қатты ұнайды, сол үшін алдым. Күшті. Сосын осындай бүктемелі кітапша Алақай деген осындай беттері бар. Бұрын буклет болды ғой. Буклет жасайтын едік қой. Сол сияқты буклет сияқты ашылады. Мынау мына жақтарында бар. Күшті. Осындай қазақша кітап алдым. Сосын осындай наклейкілері бар. Орысша кітап Айболит деген. Мына жерлерінен наклейка жабыстырады. Қызымызға наклейка дейді ұнайды. Ұсақ моторикасын дамытуға наклейка жабыстырып қызықтырған дұрыс деп осы кітапты сатып алған болатынмын. Өзі арзан, өзі маржан кітап. Ема көп күтіп алған торт бәрі бұзылып қалыпты ренжисті. Бүгін Орынбек досымыз маған осындай тортын арқалап, арнайы құттықтайын деп келді. Күшті, қуанып отырмын. Happy birthday деп бөлек тойлатып, арнайлап өзі ерекше мен жақсы көретінін білдіртіп келіп тұр дейсің. Қызымызға осындай ойыншығын да алып келіпті. Қазір Айназ ұйықтап қалды, ертең көріп қуанатын болды. Күшті, рахмет. Кешегі Орынбек алып келген қоянды былай әдемі екен деп қарап отырсам, артында осындай замок бар. Бұл замокты ашайыншы, бұның ішінде не бар екен деп қарасам, Орынбек маған 10.000 теңге ақша салып жіберіпті туған күніме деп. Күшті, рахмет, күтпеген тосын сый болды бұнысы. Өзі қызымызға ұқсайтын қоян екен деп қоямыз ғой. Сосын алдында қайынсіңілім осындай кітап сыйлады деп сіздерге көрсеткен болатынмын. Бірақ одан кейін осындай қосымшалары бар екенін кейін білдім. Каспийден заказ берген кезде бірінші кітап келгенде, ал мына заттары кейін келген екен. Қараңыздар, ішіне кітап оқығандағы закладка, осындай стикерлер, осындай ежедневник, блокнот сыйлаған екен. Прям көңілімнен шыққан сыйлық болды осы. Көп рахмет. Қараңыздар, барлығын да мелочей ойластырған ғой. Кітап оқығанда мысалы осындай керек деп па? Осындай қайынсіңлігім де бар екен. Сосын мына закладканы қарап отырсам, суреті де өте әдемі екен. Қараңыздар. Қиял болуға күшті набор. 26 жас. Осы санды айтудың өзі біртүрлі екен. Кішкентай кезде 26 жастағыларды нағыз үлкен адам сияқты елестететінмін. Ал қазір қарасам, мен әлі де үйреніп жүрмін. Әлі де армандаймын, әлі де қателесемін. Бірақ бір нәрсені анық түсіндім. Бақыт деген үлкен жетістік емес екен. Бақыт кешке үйіңе асығып қайтатын адамыңның болуы. Аман есен жүрген ата-анаң, бауырларың, мен туғандарың. Қуанышыңды шын жүректен бөлісетін жақындарың. Мен үшін осының бәрі бар. Сол үшін Аллаға шүкір. Уақыт жылдам өтіп жатыр, бірақ ол босқа өтіп жатқан жоқ. Әр жыл өзімен бірге адамдарды, естеліктерді, тәжірибені, махаббатты алып келіп жатыр. Сондықтан мен 26-дан қорықпадым. Қайта оны ризашылықпен қарсы алдым. Қош келдің жаңа жасым. Алла баршамызға денсаулық, береке және жақындарымызбен бақыт сәттерді көп нәсіп етсін.